Егер сіз не қалайтыныңызды білмесеңіз, сіз өзіңіз қаламайтын нәрсеге қол жеткізесіз. Мүмкін емес нәрсені жасау қызық. Егер адамдар сіздің мақсаттарыңызға күлмесе, онда сіздің мақсаттарыңыз тым кішкентай. Біз өзіміз әлемде көргіміз келетін өзгерістерге айналуымыз керек. Кедергілер бұл мақсаттан алыстаған кезде көрінетін қорқынышты нәрселер. Мақсат қою арманды шындыққа айналдырудың алғашқы қадамы. Маған зираттағы ең бай адам болу маңызды емес. Ұйқыға жатып, мен шынымен де керемет нәрсе жасадым деп өзіме айту маңызды. Біз бизнесті бастау үшін шабыт күтудің орнына қоңырау шалуымыз керек. Әрекет әрқашан шабыт береді, ал шабыт әрекетті сирек тудырады. Сіз не қалайтыныңызды біліп, оны қатты қаласаңыз, оған жетудің жолын табасыз. Өмір велосипедпен жүру сияқты, тепе-теңдікті сақтау үшін сіз қозғалуыңыз керек. Мен барлық уақытымды Фейсбукте өткіземін. Менде жаңа хоббиге уақыт жоқ, сондықтан мен өзіме нақты мақсаттар қоямын. Егер сіз өте талантты болсаңыз да, көп күш жұмсасаңыз да, кейбір нәтижелерге уақыт қажет. Сіз 9 әйелді жүкті етсеңіз де, бір айдан кейін бала ала алмайсыз. Мақсатқа жету үшін шыдамдылық пен ынта қажет. Жан-жақты ойлаңыз, бірақ шынайы болыңыз. Ең қауіпті мақсатқа жету сезімі. Оған қарсы дәрі, әрі кеш сайын сіз ертең жақсы жасай аламын деп ойлау. Ешқашан басқалардың сізді бір нәрсені қиын, немесе мүмкін емес деп сендіруіне жол бермеңіз. Сәттілік әдетте күтуге тым бос емес адамдарға келеді. Табысқа жету үшін ақшаны қууды доғарыңыз, арманды қуыңыз. Табысты өмірдің құпиясы не істеу керектігін түсіну және оны жасау. Мен сәттіліктің кілті неде екенін білмеймін, бірақ сәтсіздіктің кілті бәріне ұнағысы келу. Табысты адамдар сәтсіздікке ұшырағысы келмейтін нәрсені жасайды. Оны жеңілдетуге тырыспаңыз, жақсырақ болуға тырысыңыз. Жай ғана табысты адам емес, құнды адам болуға ұмтылыңыз. Сәттілік бақыттың кілті емес, бақыт табыстың кілті. Егер сіз өз ісіңізді жақсы көрсеңіз, сіз сәттілікке жетесіз. Сәттілік, тепе-теңдік. Сәттілік бұл өміріңізде басқа ештеңені құрбан етпей-ақ, өзіңіз бола алатын адам болғаныңыз. Өмірдегі сәттіліктің сыры мүмкіндік пайда болмай тұрып, оған дайын болу. Өзіңмен бол, басқа рөлдер қазірдің өзінде бос емес. Егер мәселені шешуге болатын болса, бұл туралы алаңдамаңыз. Егер мәселе шешілмесе, бұл туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Қарттар үнемі жастарға ақша үнемдеуге кеңес береді. Бұл жаман кеңес. Тиындарды жинамаңыз, өзіңізге инвестиция жасаңыз. 40 жасыма дейін өмірімде $1 да жинаған емеспін.